Әрине қазір сахнамыздың төріне мен микрофонды кішкене ғана тамадаға берейін деп тұрым. Осы әулеті Сұңғаттың інісі Атыраудан келіп тұрған. Мана маған микрофонны домбыра ұстады, қасымда тұрды. Осы жігіттің қазір өнерін тамашалаймыз. Көріп жүргендер болса қол соғады, көрмей жүргендер болса өнерін тамашалаймыз. Ал баста! Жасаған болашаққа кемел бағдар, қазағым әлмей сақтан елең заңғар. Армысың құлсарлық ағайындар, бір басында бірнеше көп арман бар. Жыбырлап 20 сағат жұмыс жасап, төсекті 4 сағат демалғандар. Батыс жақтан бандерас кеделді деп, көпіртіп несиені көп алғандар. Несиесін жабу үшін несие алып, үйде жатып банкке тоналғандар. 50 мыңдық жұмысқа кіріп алып, пәтерге 90 мыңын бер алғандар. Үй соғуға шамасы келмесе де, тойға келіп қол соғуға келген жандар. Ассалаумағалейкум. Уақыты жоқ заманда уақыт тауып, дағдарыс састырған заманда, берекені қаштырған заманда, үкімет қарық қылып жұмбақтап, азық-түлік қымбаттап, теңгеміз қайырылып жатса да, пенсионныйынан айырылып жатса да, бүгінгі тойдың көшін бастап, ағамыз бен апамызды қостап, гүл қылайық, нұр қылайық, бүгінгі тойларын ойдағыдай тындырайық деп келген ағайын, бір шапалақ ұрайықшы. Ағайын, қазақтың салт дәстүрі жақсы ғой. Не жейм, не ішем демейсің, жегенің алдыңда, жемегенің артыңда. Мысалы қазір, орысқа қонақ болсаң салы жейсің, үңкітіп әкеледі арақ исің. Қытайға қонақ болсаң шаян жейсің, шаянын ұнатпасаң таяқ жейсің. Корейске қонақ болсаң итін жейсің, кәдімгі қой секілді үйітіп жейсің. Арапқа қонақ болсаң халал жейсің, өзбекке қонақ болсаң палау жейсің. А вот қазаққа қонақ болсаң, пожалуйста, не жегің келеді, соның бәрін жейсің. Тауық жейсің, балық жейсің, аяқ қолын шауып жейсің, қойдың сүйегін қағып жейсің. Тіпті қарның ашып бара жатырса, ішіндегі миын алып жейсің. Үйіне 5-6 күн қалып жейсің. Қорасындағы жалғыз малын жейсің. Үші соған тоймай қалған пакетке салып жейсің. Сонда да шапалақ ұрмайсыңдар. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Ағайын, енді мұны не үшін айтып атыр деп ойлаған шығарсыздар. Қазақтың еңсесін көтерейін деген бір-екі ауыз сөзім еді. Шүкір, қазақта барлығы бар ғой. Қазір мұна телевизорды қосып қалсаң шошып кетеді екенсің. Кей елдер бар, бала-шағасына нан іздеп жүр. Ал біздің қазақ ас қорытатын дәрі іздеп жүр. Украина қызылғанға малынып өлгенін сөйлеп жүр. Қазақта ой жоқ, қызыл өрікке билеп жүр. Россия менен Турция қырылып атыр, қазақ тойда сәкен қойған соқчы батыр, құдасы менен көрісіп жатыр. Қытайда бір баладан артық тапсаң штраф төлетеді, ал біздің жеңгелер босанса, роддомнан лимузинмен әкетеді. Баяғыда пойызда пастель таба алмай жүрген қазақ, қазір Дубайға барып отель алатын жағдайға жеттік. Сондықтан осы күнге шүкір деп бір шапалақ ұрайықшы Ғанеке. Қазағым жаса, Қазақстан алға. Тереңінен той жайында толғаса, біреу үшін мансап емес қолдаса. Қай ауылда болар еді қасиет, қазыналы қариясы болмаса. Ялағайын ынтымақтан бөлінбе, той болған соң бір шаттанып күлімде. Нартылғалы аталар бар ортада, ел ағасы атанып жүр бүгінде. Ендеше сол кісілер аман болсын, қазағым жақсы кісіге орын берсін деп, осы әулетіміздің үлкендеріне де бір шапалақ ұрсақ артық етпейді ағайын. Ағайынына қария дейіп жатыр. Баяғыда бір әжеміз айнаға қарап, немересінің тойына дайындалып тұрмай ма жаңағыдай. Сол кезде қасына немересі келіп, апа не істеп жатсыз деген ғой. Сол кезде әжесі тұрып, ей, сенің бүгін тойың емес пе? Тойыңа бармайын ба мен сенің?
соған дайындалып жатырмын десе, немересі: ой апа, тасташы сол тойды, үйде отырмайсың ба, анда мында шауып, аяғың ауырады, үйде демалып отырмайсың ба десе, әже тұрып: балам, ей, мен сендердің әжелерің емеспін бе, тойға барып тойды ашып бермеймін бе, батамды бермеймін бе десе: ой әже, үйден ақ келіп аламыз сол батаңыз, нағылас, анда барып қазір аяғыңыз ауырады, шаршадым, кетем дейсіз, төріңізден көріңіз жақын қалғанда не істейсіз сонда шұбырып, отсаңызшы десе, әжесі баласының бетіне қарап тұрып: ей жаман бала, қазір осы жерде өліп қалып тойыңның бітішін шығарайын ба депті ғой. Мына қазір тойдың жақсы өтіп атқаны сіздердің арқаларыңыз. Егер біз тойдан тойға жетсін десеңіздер, сіздер аман болыңыздар. Рахмет. Ал Сұңғат аға, тойыңыз құтты болсын енді. Тойыңыз құтты болсын. Тауып ап, микрорайонның Нұршатайын, сен бүгін бір тұтқынға тұтыласың. Бұдан кейін левый-правый движение жоқ, тек роддомға кеткенде құтырасың. Басқа кездің бәрінде қасында боласың. Қадыр Мырзали атамыз айтқандай: үйленсең де өкінесің, үйленбесең де өкінесің. Өкінішің құтты болсын Сұңғат аға, бақытты болыңыздар. Ағайын, енді баяғыда осындай кеше үйленген, Сұңғат ағам секілді кеше үйленген бір жас жігіт үйіне жұмыстан түнгі 3-те келіпті. Сол кезде әйелі: сосын әйелімнен ұят болар, кеше ғана үйлендім ғой деп, жататын бөлмесіндегі сағатын айналдырып сағат 12-ге қойып қойыпты. Сөйтіп, содан тарсылдан әйелі оянып кетіп: қайдан келдің десе, жұмыстан келдім, шаршап келдім дейді. Сөйтсе әйелі: сағат неше болды дейді. 12 дейді. Қараса шынымен 12 дейді да, анау соған мәз болып: мә, жұрттың күйеулері сағат түнгі 3-те 4-те келеді, менің күйеуім 12-де келеді деп мәз болып отырады. Тамақ ішесің ба, тамақ жылытып жіберейін ба десе, жоқ, жата бер дейді да. Шай ішесің ба, жоқ, жата бер дейді. Енді анау қоймаған ғой, не істейін деген ғой. Сол кезде кухнядан барып бір стакан су алып беш деген ғой. Сосын ана жеңешеміз кухняға барып, кухняның светін жағып қалса, кухняның сағаты түнгі 3 дейді. Оңбаған деп бөлмесіне кіріп қалса, ағамыз: не болды, бір стакан суды 3 сағат әп келдің ғой деп айтады екен дейді. Ағайын, қазір құлсарының қыздарынан сенің арманың не деп сұрасаң,